Баршаңызға сәлем достар, сіздерменен бірге Балнұр. Бүгін біз бір жасағаннан өте сондай жұмсақ болып пісетін сосиска в тесте әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдыменен біз қамырын әзірлеп аламыз. Ол үшін жылы суымызға шекерімізді қосамыз. Оның үстіне ашытқымызды құйып, 3-4 ас қасық ұнымызды салып, опора әзірлейміз. Опорамызды бетін целлофанмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Опора қаншалықты ұзақ тұрса, ол соншалықты жақсы көтерілетін болады. Сонда қамырымыз әрі жұмсақ, әрі тез пісетін болады. Целлофанмен бетін жауып, шамамен 20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Енді бөлек құрғақ ыдысымызды алып, оның үстіне жұмыртқамызды құйып, блендерменен көпіршігенше жақсылап араластырамыз. Жұмыртқамыз аппақ болып, бетінде көпіршіктер пайда болу қажет. Енді жұмыртқамыздың бетіне шекерімізді қосамыз. Оны жақсылап блендерменен тағы да араластырып, оның үстіне тұзымызды қосамыз. Міне біздің опорамыз дайын болды. Енді осы опорамызды біз құрғақ ыдысымызға құйып алуымыз қажет. Ыдысымыз құрғақ болса, қамырымыз өте жақсы шығады. Осы опораның үстіне біз жұмыртқамызды толығымен араластырып, жақсылап құйып аламыз. Ендігі кезекте осы қоспамызға біз ұнымызды, ситадан өткізілген ұнымызды аздап қоса отыра қамырымызға құямыз. Егерде сіздерде блендер болмаса, ешқандай қиыншылығы жоқ, осы қамырымызды қолымызбенен иілеп алсақ болады. Барлық қоспалардың, барлық ингредиенттердің өлшемін видеоның астына описанияға жаза кетемін. Енді осы қамырымыздың бетіне ұнымызды қосып, жақсылап илеп аламыз. Мінекей қамырымызды иледік. Енді осы қамырымыздың үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды құйып, жақсылап жұмсартып, қамырымызды тағы да бір илеп аламыз. Бұдан кейін біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте жұмсақ көрініп тұр. Және де оның бетін целлофанмен жауып, шамамен 40 минуттай жылы жерге қойып қоямыз. Міне қамырымыз өте әдемі болып, кереметтей болып көтерілді. Бізде бұл қамырда шамамен 30 шақты сосиска в тесте әзір болады. Сол себепті мен қамырды 2 бөлікке бөліп, жартысын целлофанға салып қойып қоямын. Қамырымыз өте үлкен. Енді бұл бөлшегін жақсылап алдыменен жайып аламыз.
егер сіздердің қамырларыңыз доскаға немесе столға жабысып жатса, кішкене ғана майды құйып, астын майлап жайсаңыздар болады. Сол кезде өте жақсы, ыңғайлы жайылатын болады. Қамырымызды енді осылай алдыменен формасына келтіріп кесіп аламыз. Бір-біреулеп сосискамызды алып, әдемілеп орайтын боламыз. Қамыр өте жұмсақ, бір-біріне жабысып кетуі мүмкін. Сол себепті алшақ ұстап орауымыз қажет. Видеодағыдай бір-біріне кішкене мінгізіп, қамырды узорларымен орасаңыздар, көтерілген кезде өте әдемі болып, ортасы ашылмай пісетін болады. Мен қамырдың бұл бөлігімен шамамен 15-16 сосиска в тесте әзірледім. Қамырымыздың бетін әдемі жылтырап тұру үшін жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып, осындай қоспа араластырдым. Міне достар, біздің сосиска в тесте дайын болды. Мен қызып тұрған 160 градустағы пеште шамамен 30-40 минуттай қойып пісіріп алдым. Осылай тестамыздың дайын болуына шамамен 5 минуттай қалған кезде жұмыртқаның сарысымен осылай жағып шықсаңыздар болады. Сол кезде сосиска в тесте өте сондай жылтыр, әдемі болып көрінетін болады. Мінекей достар, біздің рецептіміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте сондай тәтті, дәмді, жұмсақ болып піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.